Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін осындай 4 заттан тұратын ерекше морковча салатын жасайтын боламыз. Орысша морковь по-корейски жасаймыз. Ең бірінші өзімізге қажет мөлшердегі сәбізді тазалап, жуып аламыз. Дайын болған сәбізді осындай үккіштің жәрдемімен өткізіп шығамыз. Осындай 4-5 сарымсақты майдалап қосамыз. Турасаңыздар да болады. Және осындай арнайы дәм беретін чимчим приправасын қосамыз. Елу граммды қызып тұрған майды осылай сарымсақтың үстінен құйып, жақсылап шанышқының жәрдемімен араластырамыз. Кішкене суығаннан кейін қолмен жақсылап мыжып шығамыз. Айтпақшы, тұз қосуды ұмытпаңыз. Мінекей базардағыдай өте дәмі керемет біздің морковча салатымыз дайын болды. Каналым өте пайдалы, кірсең шыға алмайсың, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз.